Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді қатпарлы болып шығатын қаттаманың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге бұл жердегі барлық заттың қажеті жоқ, үйде бар заттармен дайындай берсеңіздер болады. Сумен ғана дайындасаңыздар болады. Мен үйдегі аз қалған заттардан дайындадым. Бұл жерде сүт, қаймақ, жұмыртқа, тағы басқа шекер, ашытқы салып, кішкене жұмсақтау қамыр елеп қойдым. Енді мен тура осы рецептпен жасаймын десеңіздер, мен астына описаниеге рецептісін қалдырып кететін боламын. Дәміне қарай кішкене тұз себеміз. Ашытқымызды салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр елеп, 15 минутқа көтерілуге емес, жай ғана 15 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Қамырымызды осылай жақсылап июн қандырып, қолымыздың көмегімен илейтін боламыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы керек. Сосын бетін жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. Көтерілуі маңызды емес, тек қана кішкене демалдырып алсаңыздар жеткілікті. Біздің қамырымыз 15 минут тұрды. Тағы кішкене бір қайтарып, тағы да 10 минутқа қойып қойсаңыздар, өте керемет болып шығады. Біздің қамырымыз демалды. Демалған қамырымызды бөліктерге бөлетін боламыз. Менен осылай 3 бөлік шықты. Бөліктерге кескен қамырымызды шетінен бастап жаятын боламыз. Біздің қамырымыз өте әдемі жұқа болып жайылады. Осылай қамырымызды үлкен қылып, жұқа қылып жайып аламыз. Бір қамырымызды жайып алдық. Осы кезде біз майымызды дайындайтын боламыз. Бізге бір пачка сары май қажет болады, және менде үйімде тоң май бар тұғын, екеуін араластырып газге қойып ертетін боламыз. Біз қамырымызды осылай жайып алдық. Ішіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды орап қоятын боламыз. Бұл бізге жұмыс барысында қажет болады. Біздің майымыз осылай еріді, әдемі болып. Ал енді екінші қамырымызды жаюға кірісеміз. Мен уже жайып алдым. Енді жаңағы дайындап қойған сары майымызды ішіне құятын боламыз. Тегістеп қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Осылай жайып алдық. Жаңағы бірінші жайып алған қамырымызды үстіне орналастыратын боламыз. Астында екінші қамырымыз бар. Ал енді үстіндегі қамырымыздың үстіне де сары майымызды құйып, оны да қолымыздың көмегімен барлық жағына тиетіндей қылып жағатын боламыз. Майымызды жағып алдық. Енді арасына кішкене ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Ал енді оқтауымызға орайтын боламыз. Оқтауымызға осылай әдемі ғып орап аламыз. Орап алған қамырымызды ортасынан 2 бөлікке бөлетін боламыз.
Оқтауымызды алып, осы тұрған қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Видеодағыдай жасасаңыздар болады. Бөліп алған қамырымызды шетінен бастап осылай орайтын боламыз. Біз бәрін орап алдық, ал енді шетінен бастап жаятын боламыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа ғып жайып алсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығатын қаттама болады. Барлық қамырымызды осылай жайып алдық. Ал енді табамызға кішкене май құйып, табамызды қыздырып, шетінен бастап қаттамамызды пісіріп алатын боламыз. Екі жағын қызартып пісіреміз. Біздің қаттамаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Назым. Мен сіздермен әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.